Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын вафлидің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамыз бен қантымызды салып, бір келкі маса болғанға дейін араластырып аламыз. Вафли жасауға миксер міндетті түрде қажет емес, жай венчикпен араластырып жасай беруге болады. Сосын еріген сары майымызды да құйып, оны бір келкі маса болғанға дейін араластырып аламыз. Енді сұйық массамызға ұнымызды 2 рет бөліп сала отырып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың қоюлығы қаймақтың қоюлығындай болуы қажет. Қамырымыздың қоюлығы дәл видеодағыдай осындай болуы керек. Енді вафельницамызды қыздырып аламыз да, сұйық маймен майлап аламыз. Қызып тұрған вафельницамызға жарты орау тестамызды құйып, бетін қатты басып жауып тұрамыз. Піскен вафлиді бірден ыстық күйінде кез келген формада орап аламыз, әйтпесе ол тез қатып қалып, орауға келмей қалады. Осымен біздің вафлиіміз дайын, жасап көріңіздер, балалар бірден тауыстып қояды, өте керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.